Сәлем, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз хит пирогтардың бірі вануфье пай пісіреміз. Ең әуелі бізге керек заттар: ұн, қант ұнтағы, разлохетел, маргарин және жұмыртқан сарысы. Ұнымызға сахарный пудрамызды және қант ұнтағымызды, бір шай қасықпен разлохетелімізді салып, құрғақ өнімдерімізді араластырып аламыз. Үй температурасындағы маргаринімізді саламыз. Сөйтіп, крошка қамыр жасап аламыз. Майымыз 60%-тен жоғары болу керек. Үстіне жұмыртқаның сарысын саламыз. Міне, қамырымыз жұп-жұмсақ дайын болды. Енді біз оны формамызға орналастырамыз. Енді қамырымызды орналастырып болған соң 170-180 градуста 10-15 минут, 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Начинкасына біз вареный сгущенкамызды, сосын начинкасына 2 бананымызды тілчелеп кесіп орналастырып шығамыз. Міне, дайын болды. Енді кремімізге кірісеміз. 250 грамм сливкімізді 33-35% болу керек. Үстіне 70 грамм қант ұнтағын саламыз. Біз миксерлеген кезінде, қоюланған кезінде ғана біз миксерді тоқтатамыз. Әйтпесе креміміз іріп кететін болады. Міне, миксерлеп аламыз. Қоюлана түскен кезінде біз тоқтатамыз. Сосын 10-15 минутқа тоңазытқышымызға сала тұрамыз. Міне, дайын болды, қоюлана түсті. Енді біз кремімізді орналастырып шығамыз. Мен болдым, және үстіне сәндік үшін мен какао септім. Әркім өзінің сәндік үшін жаңғақ сепсе де болады, әркім өз қалауында. Маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар.